Сәлем, бұл жұлдыз 99. Біз оянғаннан соң әдетте телефонымызды тексереміз. Және бұл қалыпты әрі әдетке айналған жағдай. Ал оянғаннан соң күніңіз сәтті өту үшін не істеу қажеттігін білесіз бе? Мұқият болыңыз. Бүгінгі видео таңертең жасау қажет 5 іске арналады. Егер ерте тұруға ниеттеніп жүрсеңіз, ерте тұруға 10 себеп атты видеомды көруді ұсынамын. Ерте тұрудың пайдасы жайлы біле аласыз. Жылы су ішу. Оянғаннан соң бірден жылы су ішу ағзаға өте пайдалы. Ағзаңызды токсиндерден тазартады және асқазанның жұмысына көмектеседі. Әрі тері жасушасының жаңаруына септігін тигізеді. Организмнің қартаюының алдын алады. Таңертең жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, нәтижесін көп күттірмей көре аласыз. Ертеңгісін жақсы көңіл күймен ояну, күніңіздің сәтті өтетініне сену маңызды. Әр адам өмірін өзі жасайтыны секілді, әрбір күнімізді берекелі өтуіне жағдай жасайтын біздің әрқайсымыз. Көңіл күйіңізді көтеру үшін жағымды әуен, мотивациялық видеолар қарасаңыз болады. Жаңа күнді жаңаша қарқынмен қарсы алыңыз. Ұйқыдан тұрғаннан соң кемінде 5 минут жаттығу жасау денсаулық кепілі. Ұйқыңыз шайдай ашылады, әрі сергектік пайда болады. Күні бойы энергияңыз тасып тұрады. Бойыңызды қыздыратын жаттығулардан бастаңыз, кейін омыртқаға арналған жаттығулармен алмастырсаңыз болады. Кітап оқудың пайдасы ұшан теңіз, әсіресе таңда оқылған кітаптағы ақпараттар сіңімді әрі жадыңызда ұзағырақ сақталады. Таңғы 5 пен 7-нің арасында 20 минут немесе 30 минут оқу, күндіз немесе кешке 1 немесе 2 сағат кітап оқудан артық. Егер кітаптың ағзаға пайдасы жайлы білгіңіз келсе, не үшін кітап оқу керек? Кітап оқудың пайдасы мен артықшылықтары атты видеомды көруді ұсынамын. Көбіміз ұмыт қалдыратын ең пайдалы әдет бұл таңғы ас ішу. Біз күнімізге энергияның басым бөлігін таңғы астан аламыз. Денсаулығымызға пайдалы витаминдерге бай тағам болса, тіпті керемет. Дегенмен таңғы ас таңғы 7 мен 9-дың арасында болғаны дұрыс. Ояна сала тамаққа бас салмаңыз. Тұрғаннан соң 20-30 минуттан кейін тамақтану қажет. Күнімізді пайдалы әрі қажетті әдеттерге толтыру әрқайсымыздың өз қолымызда. Үлкен қадамдар мен армандарға жол барысында осындай кішкентай бөлшектермен толықтыруды ұмытпаңыздар. Бүтін картина кішкентай бөлшектерден тұратынын ұмытпаңыз. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 3 досыңызға жіберіңіз, олар да біліп жүрсін. 99 мен бірге дамы.